Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса жан тәнге қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреу білсем екен демеклік. Не көрсе соған ұмтылып, не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса оған қызығып, бетіне басып, тамағына басып қарап, аузына салып, дәмін татып қарап. Сырнай, керней болса даусына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, ол немене? Бұл немене? Ол неге үйтеді? Бұл неге бүйтеді деп көзі көрген, құлақ естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниеде көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әуел баста Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны, сол қуаты жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі ол немене, бұл немене деп бір нәрсені сұрап, білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та ұмытылып кететұғын құмарлықта, ер жеткен соң ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек еді. Бұл жанның тамақ еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас сигізсек керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді бала күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күшенген соң оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Не нәрсені де көңілменен қарамадық, көзбен қарамадық. Біреу көңіл айтып тұрса, сенбедік. Сырын қалай болады екен деп, көңілге де салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу айтып тұрса, оқпаймыз. Біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме. Кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыңмен жарлы бол деген дейміз. Айтып тұрса, оқпаймыз, артығын білмейміз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсем екен деген адамның баласы екенбіз. Қазір хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз, біз де білеміз деп, надандығымызды білімділікке бермей, таласқанда өлер тірілерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.
Thank you.